Ассаламуалейкум. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер менің кезекті видеома. Так, мынаны былай бүйтіп қояйық. Менің кезекті видеома, менің каналымның кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін мен сол кезекті бір комментарийдағы өтініш бойынша видео түсірейін деп жатырмын. Сондай комментарийдағы пікірлер бойынша, өтініштер бойынша видео түсірейін деп жатырмын. Өткенде скриншотқа қойған едім, ұмытып кетпей тұрғанда деп ше. Сол комментарийді сіздерге толық оқып берейін. Сөйтіп сол комментарийға байланысты кішігірім әңгіме айтайын. Жатар алдын тыңдап жатасыздар. Мына жерде юзер бірнәрсе деген адамның енді әйел заты ма жоқ әлде еркек кісі ма білмедім, бірақ жағынан комментарий жазған екен. Сол кісінің несін оқып берейін, пікірін. Сөйтіп соған байланысты әңгіме айтайық. Енді келесі тақырып: өзіңіздің мектеп кезден бастап неге қызықтыңыз? Ағылшын тіліне қалай қызығушылығыңыз ашылды және студенттік өміріңіз жайлы болды? Өміріңіз қалай болды? Қандай қызықтар болды? Қандай қиындықтар болды? Сол жайлы айтып кетсеңіз, сізді қарайтын жас студенттердің құрметіне дейді. Және студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? Өзіңіздің тәжірибеңізден және неге именно осы ағылшын тілінен сабақ беру мамандығын таңдадыңыз дейді. Осы шешімге қалай келдіңіз? Сол жайлы болса деп өтініш қылған екен. Мына жақта міне енді көрсетпей қояйын. Аты жазылмаған көрсете салайын. Мәне болып кетті. Міне. Ойланса міне. Кісінің аты жазылмаған екен. Сіздің өтінішіңіз бойынша, сіздің құрметіңізге осы видеомда до конца көріңіз енді деп қойсам. Негізі бұл тәрізді видео өткенде түсіріп қойдым негізі. Бір қысқа комментарийда бір өзіңіздің мамандығыңыз жайлы ағылшын тіліне қалай келдіңіз деген сондай видео түсірсеңізші деп жазған екен. Мүмкін осы кісі де қайтадан жазған шығар, білмеймін енді. Ол кісінің атына қарамап ұмытып қалыппын жадын. Оны көрсетпей қойсам. Бірақ мына енді развернутый өтініш жасаған екен ғой. Бұл кісінің айтқан бойынша. Енді қысқаша өткенде айттым ағылшын тіліне қалай келгендігім туралы. Ол тақырыптас видео. Видео уже каналға салып қойған болар, өйткені бұл видеодан артық түсіріп қойдым ғой. Алдын түсіріп қойған ғой. Сондықтан да ол видео түсіріп мына жерде пайда болады. Или мына жерде ма? Ұмытып кетпесем әрине. Ол жерде пайда болу керек қой қазір. Міне. Егер ұмытып кетпесем, шықты ма? Шығады ма? Ұмытып кеттім ба? Қоя бер. Егер де ұмытып кеткен болсам, каналдың ішіне кіріп қалсаңыз, тұрғылбастан бұрынғы видеошы. Мысалы, сілтемеде тұрда айтпай қойсылайын, бірақ әр видеоны сілтемеге сала бермеймін негізі. Сол каналдың ішіне кірсеңіз, бәрі тұрғылы айтқанда. Енді нерде жауап бермеген жерлеріне жауап берейін де. Мынерде қараңыздар. Қалай келдіңіз дегенде өткен видеоға жауап беріп қойдым. Так, енді тақырып дейді, өзіңіз мектепке дейді. Так, мақтап, неге қызықтыңыз? Не үшін ағылшын тіліне қызықтыңыз дейді. Осы сұраққа жауап берейін. Не үшін қызыққанда, өзім киноға қызығатын адаммын. Біз енді киноны сол видео кассеталармен, телевидениедағы және ОРТ деген канал бар тұғын. Солардан көретінім. Сол кезде ағылшын бетінде ағылшын тілі. Енді барлық фильмдер өзі дубляж өрмейді ғой. Телеканалдар, каналды киноны сатып алған кезде өздері аударады. Закадровый переводпен. Ал видеокассеталарда одноголосый жәндегідей мұрны бітеліп қалған адамдар сияқты. Андрей Гаврилов деген сияқты, Живов деген сияқты кісілер аударатын мұрны бітеліп қалған. Естеріңізде ма? Үлкен кісілер біледі оны сен. Бір режиссер деп ше. Сол сияқты дауыс естілетін адамдар одноголосый переводтар аударатын тұғын. Сол кезде ар бетінде ағылшыншалар естіліп тұратын жамаған. Сол кезде қызығатын тұғын, сортылығы деп ше. Come on, сөйлейді ғой. Сол кезде ағылшын, английский зор тіл екен деп. Өткенде айтқан бірақ қайтып айтыласылайын. Кино басталып отқан кезде, мысалға, Сильвестр Сталлоне деген сияқты андай-мындай деп адамдардың аты шығады. Жәндегідей, Пол Ньюман. Мысалы, Ньюман деген кезде так. Е деп қойған көріп айтқанда. Е әрпі ғой. W әрпі тұрады. Сөйтіп ма, ана деп тұрады. Білмейтін адамдар Невман деп оқиды, дұрыс па? Сол кезде Пол Ньюман, Пол дегенде P-A-U-L. Көріп айтып
сол кино басталғанда Пол Ньюман деген кезде, о, значит, Паул деп жазылса Пол деп оқылады екен. Ньюман деген так W әрпі U сияқты оқылып жатыр екен. Мынау E әрпі I сияқты оқылады екен деп мен соны жаттап миыма тоқитын тұғым. Ол кезде бір жақсы жер кинолар ұзақ басылатын еді ғой. 1 минутта 2 минутта тұратын тұғым. Актердің атына тапшы. Режиссер мынандай, Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо деп тұратын тұғым. Ал қазір кинолар бірден басылып кетеді ғой. Соның пайдасы маған тиді. Сөйтіп қызықтым ағылшын. Неге қызықтыңыз дегенде сол кинолардан қызықтым. Келесі ағылшын тіліне қалай келдіңіз деген өткенде видеоны көре саласыздар. Ағылшын тіліне қалай қызығушылығыңыз барды айттым. Студенттік өміріңіз қалай болды? Сәл жауап бере салайын осыған, өткенде айттым ғой деймін. Сонда жауап бересізден. Студенттік өмірім әжептәуір қиын болды. Өйткені ол кез қиын заман тұғын жалпы. 2000 елестетіңіздер, 2004 пен 2007 арасында менің студенттік өмірім өтті. 3 жыл болды. Қалған уақытын мен заочный оқыдым. Ол жақ есептелмейді енді. Сол 3 жылдың ішінде мынандай болды, жатақханада жаттым. Нөмір 3-ші жатақхана Жетісай қаласы. Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық колледжі. AN04 тобында оқығам. Бәрін айтып отырсың. Сол жерде ағылшын тілінде, орыс группада ағылшын тілінде оқығанмын. Сол кезде жатақханада жатып өмір сүрдім. Өйткені квартирада тұратын ақша жоқ. Қиын кез. Жатақхана арзан, жылына бір рет төлейсің. Сол кездің өзінде ақша зорға жететін тұғын негізі. Жатақхананың өзінде де условия жоқ. Суды қолмен тасисың. Әсіресе бірінші курста. Сөйтіп ашыққан кездерімде болды мысалға. Қалай өтті деп атыстыр ғой. Ашығып кәдімгі. Күніге кәдімгі бір лепешка. Майонезбен жеп жүре беретін кез болды. Бір лепешка кәдімгі 20 теңге тұғын. 20 теңге бір лепешка тұғын. Сатып аласың. Майонезді 100 теңгеге біреуін сатып аласың. 100 теңге мен айтырым тұғын. Сатып аласың дағаны. Соны жейсің. Майонез бірден таусылмайды ғой енді. Күніне 20 теңгеге. Әбетте заптырынға бір лепешка сатып аласың дағаны майонезді. Сол бір күнге мәчет еді ғошым. Кейде бір қыздар тамаққа шақырады, кейде шақырмайды деген сияқты. Олар да енді оңай емес оларға да. Біреулермен кейде продуктысына беріп қыздармен бірге тұрған кездер болды. Жәндегідей қыздар тамақ дайындап береді, мен продукт әкеліп беремін. Олар да шығарады. Мен тамақ істеп берген үшін өзіміз жәндегідей продукт апарып тұрған кездерім болды. Ақша беріп дайын. Өзім істеген кездерім де болды. Қыздар тамағын ұрлап кетеді, біреулер. Тамақ общий қойынды. Ет, огнет, қыздар тамақ істеп және қуырып, палау істеп мысалы, төбесін жауып бұқтырып. Қыздар енді сәл былай шығып кеткен кезде балалар жайлап жылтық етіп барып, қазанмен ұрлап кетеді. Өрсе ұзан коридорға елестетіңіздер. Оның қай бөлмен әрқайсысын ашып, мен қазанды малтып айқайлап жармайсың ғой. Ешкім мойындамайды ғой. Бәрі құлтау болады шынымен. Қазанын ұрлап кетеді. Мен өзім ұрлаған емеспін, Құдайға шүкір, ондай ұрлыққа бұрыннан жеп көретін тұғым негізі. Яғни қазанын ұрлап кетеді, сөйтіп балдар болып жауып жейді ғой, сөйтіп ана палауды сөйтіп жайлап болғандан көздері жыпылық қатты. Жайлап барып жаңағыдай қазанын қойып кетеді ғой, неге? Көп неге. Сондай қыздар болған жаңағы. Біздің жатақханада музыканттар, ағылшындар сөйтіп нелер тұрды. Тыршылар тұрды ма? Сондай 3 мамандық тұрды ғой. Музыканттар адам миын жеп қоятын тұғын. Гитара жақсы тартасың деген сайын жың-жық деп кәлдер тұрып алады ғой. Тем более олардың үлкен жаңағы группадағылар. Оларға қойшы деп айта алмайсың. Стажактарды енді. Қыздарды сындырғысы келе ма білмеймін ғой дер. Қаштарын қайырып, гитарасын алып жың-жық. Миды жеп қоятын тұғын. Жақсы ойнайсың деген сайын. Сол бір өлең 3 жыл бой айтты. Жетішілер тұратындығын оларды айтып жүретін. Ағылшындар жүреді. Мен 2-3 бала. Мен группаластарым ондай неде тұрған жоқ. Группада 3 бала болатындығымыз. Группаластарым біреуі местный болатығын. Екіншісі сәл жақын арада тұратын. Өздерінің ағайындарының енді тұрады. Сондықтан ол жатақханада квартирада тұрған жоқ. Ол кісілер мен көрген өмірімді
қызықтарын көрген жоқ. Келеді сондай. Так, дальше не дейді? Қалай болды, жаңағыдай қызықтар болды, қандай қиындықтар болды. Қиындықтарын айттым. Жәндегідей жетіспеушілік қой қиындық деген сол. Ақша жағынан жетіспеушілік болды. Енді онша жіктік қиындықтар болады дейді. Көрген көрдік қой. Қайда өмірлік бір қызық болып саналады деп ойлаймын ол нәрсе. Так, онда яғни қиындықтар болды. Қиындық ол жәндегідей қайталап айтқандай. Қайталап айта салайын сол жоқшылық основной қиындық. Так, қызықтар сол жәндегі гитара тартқыштар болды қызықтар. Ол жайлы айтып берсеңіз дейді да, кетсеңіз сізді қарайтын студенттердің жәндегідей құрметінде дейді. Және студенттерге қандай кеңес бересіз? Едіңіз, тәжірибеңізбен бөліссеңіз деген сияқты қойғанды. Енді қандай кеңес бергенде? Ең алғашқы жылдары оқыңыздар студенттер. Егер араларыңызда студенттер болса, биыл бітіріп жатқан, енді түсіп жатқандар болса, ең бірінші курста аямай оқыңыздар. Қызық қойып кетпеңіздер, ертең қалып кетесіздер, сонымен жүресіздер. Мен мысалға мұғалім болып істеп жүрген әріптестерім бар, кезінде оқымаған, түк білмейді деген сияқты. Оқушылардың алдында да абырой жоқ деген сияқты. Мұғалімдердің және директордан да ұрыс естіп жүреді. Кезінде істенбеген сондай әріптестерім бар. Мысалға ұятты ол, мысалға өзің мамандығын білмесең ұят болады негізінде. Ең бірінші курста әсіресе зор аямай кірісіп оқыңыздар, меңгеріп алыңыздар. Екінші курста да жайлап меңгеріп тұрғаннан кейін тез ұқына беретін боласыз. Программаны қалған бүйтіп судай іше беретін боласыз. Сөйтіп қалған енді соңғы группада сәл бітер асылап оқуға болады ғой соңғы курстарда. Сондай алғашқыда өткенде студент болайын деп жатқан оқушылармен біраз сұхбаттасып қалдым ғой. Ағай сабақ өтпей қойшы деді да, әңгіме қылайықшы деді. Өмірлер енді ағылшынға қызығатыны бар, қызықпайтыны бар дейді. Мамандық жайлы әңгіме қылайықшы ағай деді ғой. Давай онда деді. Бір қыз айтты, ағай мен ағылшын таңдасам ба деп жатырмын ұбт-ға. Бірақ мен өзім таңдап тұрған жоқпын шыны керек деді. Өзің не таңдайын деп жатсың? Таңдағың ұнатасың дедім. Сөйтсем, мен программист болғым келеді деді. Компьютердің алдында жұмыс істеген жақсы көремін. Компьютердің айналасында болғым келеді деді. Өзім қалауым сол дейді да. Биыл әлі оқушы соғыз. Мұнда не ағылшын мен енді өзімнен қашырып жатқан жоқпын. Сені дайындауға ерініп ондай емес. Егер де шынымен айтып жатырмын да қызға. Шынымен ағылшынды қыламай сол жәндегідей программистке қызығатын болсаң, соған істеп жатырмын да. Ата-анаңды тыңдама деп жатырмын да. Ата-анаң енді ол сәл бұрынғылау адамдар. Ләж болса айтар, мұғалім болса, болды ғой бұрынғы ата-аналар түсінікті ол. Олардың жәндегі қызы бастауышқа немесе биологияға түсіп мұғалім болса, немесе медсестраға түссе болды. Ата-ана одан артық керек емес. Қазіргі ата-аналар сондай ғой. Басқа бір ерекше мамандықтар айтсаң, шошып шығады ғой. Ол жәндегі программист боламын деп айтты мысалы ата-анасы не қыласың одан да мұғалім бол деп айтып отыр екен да. Сіздерге де айтарым, оқушылар болса араларыңызда мамандықтарыңызға ұмтылыңыздар, қандай болса да, қандай жағдай болса да мамандыққа ұмтылыңыздар. Ертең сүйіп істейсіздер мамандықтарыңызды, жақсылап кірісіп істейсіздер. Адам өмір бақи бір нәрсемен өзің елестетіңіз да. Енді қанша өмір сүретінін Алла біледі, бірақ дегенмен де өмір бақи бір нәрсемен айналысайын деп отырсыз ғой. Өмір бақи. Өміріңіздің соңына дейін емес енді. Осы 61 жылға дейін, жасқа дейін осы бір нәрсемен ғана айналысайын деп отырсыз ғой, дұрыс па? Егер сіз врач болуды ұнатсаңыз, болыңыз. Мұғалімдікті ұнатпайсыз ба? Болмаңыз. Мысалға да, әйтеуір тышқат сөз алдым деген болмайды ғой. Программистке жақсы көресіз ба? Болыңыз, соған ұмтылыңыз. Қазір мүмкіндік көп қой азаманда. Мен сіздерге айтайын, жас балдарға айтарым осы. Ары қарай қандай кеңес бересіздер айттым. Так, неге именно осы ағылшын тілін сабақ беру мамандығын таңдадыңыз? Осы шешімге қалай келдіңіз? Сол жайлы айтып берсеңіз. Так, ол өткенде айттым, бірақ қысқаша тағы айта салайын. Ол видеоны көрмеген болсаңыз, опа, ол нәрсеге мен қатты сүйіп келдім деп айтылмайын, бірақ сондай бір обстоятельстволардың, сондай бір жағдайлардың себебімен ағылшын тіліне келдім негізі.
бала кезден армандап ағылшын тіліне келдім деп айта алмаймын. Мен режиссер болуды армандағам, кино режиссер болуды. Және арасында өзімді сәл-сәл рөлдер ойнасам деген арман, бала кезде арман сол негізі. Бірақ біздің кезімізде қиындау болды, сөйтіп оқуға түсе алмайтындай болдық, қаржылыққа байланысты. Ол кезде біздің жағдайда шлей сондай онша емес деген сияқты. Сөйтіп Жетісайға бардық, мамам ертіп барды. Ол жақта жаңағыдай режиссер бар деді, ол жақта бірақ арзан деді. Сол қаласы сәл смущать етпесе, жұрттың бәрі сол Шымкентке, Алматыға кетіп тұрған соң Жетісайға кетіп бара жатырсың, сол жағын ойлан деді ол кісі. Мен айттым, мен қаламаңыз емес, егер мамандық жақсы болса дедім. Боптан да мені ертіп барып түсірге барсақ, жоқ, жабылып қыпты жаңағы неше факультет қырсыққанда. Бір жыл бұрын жабылған қойшы, бір 10 жыл бұрын жабылмаған қойшы, былтыр жабылып қалды дейді ғой. Ай деп күйіп кеткенсің ғой. Не істеймін сөйтсем жаңағы директор тышыға түссін, анауға түссін, еңбекке түссін деп жатыр ғой. Мен қой дедім, оқымай қойсам. Өйтіп оқымай қойсам, студент болмай қойсалдым дедім. Сүйікті мамандық емес деп тұр ғой. Өйткені мамандық, мамам сол кезде айтты, ақыл айтты, балам режиссер боламын десең, ағылшын тілін меңгерген дұрыс болады, ағылшынға түсе берсе деді. Сөйтіп мамамның ақылымен ағылшынға түстім ғой мен. Сөз қысқаша айтқанда сол. Сондай мағынада келген. Қысқаша айтқанда ағылшын тіл мамандығы ретінде мамандығына осылай келдім. Бірақ сүйіп бір керемет мамандық деп айта алмаймын. Менің сол основной арманым әлі де сол в силе дейді ғой. Арманым тұра береді, соған ұмтылып жатырмын. Мына видеоларды бекерге еріп түсіп жатқан жоқпын. Сол видеоны зерттеп, өзімнің речімді туралап деген сияқты ғой. Тісімді ана бір-екі салдырып бекерге істеп жатқан жоқпын. Мысалы кастингтерге қатысып, режиссер оқуға, әлі де оқып алып, әртүрлі ракстарды алып, видеоларды үйреніп жатырмын қазір. Кейін болашақта өмірімде 2-3 кино болса да түсірем деген планым бар, Алланың қалауымен. Сценарийді жазған кезім болған жайлап ше. Мотивацияға айырып қалмақ өткенде сол. Адам боласын депрессия болады, өз адам кезген адамның өмірінің бір шеттерінде кейбір сәттер болады, бар депрессия, сондай депрессиялар болды да. Асымырды көріп бастаған себебінің бірі сол қоса депрессияға ұйықтай жатып, асымыр көріп жатып ұйықтадым. Сондықтан ақырында өзімде асымырмен айналысып кеттім мысалға. Солға сөйтіп келдім ағылшын тіліне, бірақ сол Құдай қаласа режиссураға әлі де ұмтыламын, иншалла. Так что оставайтесь с нами. Осындай енді қысқаша сіздің комментарийіңізге жауап бердім. Рахмет осындай идея тастап, видеоға идея тастап, маған сондай өтініш жатқандарыңызға. Значит, каналға деген қызығушылық бар болып тұр ғой. Азыналық адамнан болса да сіздердің жылы сөздеріңіз маған үлкен мотивация береді. Сондықтан комментарий жазудан ерінбеңіздерші өтініштерден. Жаман болса жаман жазыңыздар, маған бәрібір. Лайк ұнаса, ұнамаса дизлайк деген сияқты. Әйтеуір бір қимыл жасаңыздар көп бала. Каналда. Мына жерім ұнамаса егер де, мына сөздерім өткенде тамақ жеген видеолар жаздым ғой. Егер солар ұнамағаса, сіздер жазыпсыздар ғой, бір-екеулеріңіз жазыпсыздар. Ондай түсірмек қойшы деп ше. Бапты түсірмек қойсылайын. Өзімде шле қатты ұнаған жоқ негізі. Сол видеолар өйткені бір түрлі тамақ жеп отқан видео. Осындай сөйлеп отқан видеолар көп өтетін сияқты ғой. Табиғатқа шыққан видеолар түсіріңізші деген өтінішті кеп тұр. Оны да түсірем Құдай қаласа. Біреуін түсіріп те қойдым уже. Тағы да бір-екеуін түсірем Құдай қаласа. Табиғатта шығып жүрген видеолар. Тағы да жәндегідей идеялар көп, оны айта берсем. Қашан несін айта беремін? Одан да тек қана істемеймін, дұрыс па? Ананы бүйтем, мынаны бүйтем деп айта бермей істеу керек болды. Бопта осы комментарийға жауап берген видео болып саналсын. Осы комментарийдің авторына рахмет. Алла разы болсын сізге. Осымен видеоны аяқтайын. Сіздерге рахмет осы соңына дейін көргендеріңізге. Келесі видеода кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.